Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағын біз сендермен ашық сабақ өтеміз, балалар, Бүгінгі сабаққа дайынсыз балалар? Иә. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Көңіл-күйің жақсы болса, жақсы көңіл-күймен сабағымызды бастайық балалар. Ай көрдім, төбеге қараш кері көрдім, оңас толған бойлым, елімді ел көрдім. Өте жақсы, жарайсыздар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда мен сіздерді критериалды бағалау әдісі бойынша бағалап отырамын. Мына ұпай сандарын қойып, сабақтың соңында 10 балл алған оқушыға 5-тік баға қоямын. Дайынсыз ба балалар сабаққа? Олай болса бастайық. Балалар, біз қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Қазақстан, жарайсыңдар. Балалар, Қазақстан мемлекетінің өзінің ерекше, әр мемлекеттің өзінің мерекелері болады. Сондай-ақ біздің Қазақстанымызда мерекелеріміз бар екен. Біз осы әдебиеттік сабағынан осы мерекелер атты бөлімде жүрміз, балалар. Енді бүгінгі сабағымызда мен сендерді экранға назар аударыңдар. Экраннан бірнеше мерекелерді көрсетемін. Сендер сол мерекелердің қай мереке екенін атап бересіңдер ме? Жарай ма? Солай болса кеттік. Балалар, экранға назар аударамыз. Мынау қандай мереке деп ойлайсыңдар? Қандай екен? Қазір мен егер жақсы жауап беріп отырған оқушыға мен саған айтқандай бағалы беріп отырамын, балалар? Осы критериалды бағалармен бағалап отырады екен. Ал кім айтады екен? Алина, айта ғой. Бұл жаңа жыл мерекесі. Жаңа жылда балалар атап өтеді. Аяз ата балаларға сыйлық береді. Балалар жаңа жылды қарсы алады. Өте жақсы, жарайсың, Алина, керемет. Келесі қандай мереке екен? Экранға назар аударамыз. Балалар, бұл қандай мереке деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Ерсұлтан айта қойшы. Бұл 20 наурыз. Күн ертең теңеліп, жаңа жылымыз келеді. Бұл күнде әжеміз наурыз көже пісіреді. Дұрыс айтасың, наурыз көже пісіреді екен. Жарайсың, келесі мерекемізге қараймыз, балалар. Балалар, мынау қандай мереке деп ойлайсыңдар? Әлия айта қойшы. 8 наурыз бұл аналардың қыздардың мейрамы болады. Бұл кезінде біз оларды құттықтап құттықтайды екенбіз, аналар мен қыздарды құттықтайды екенбіз, балалар, жарайсыңдар. Келесі мерекемізді ашайық, балалар. Экранға назар аударамыз. Келесі, бұл кеше ғана болған қандай мереке екен, балалар? Бұл кеше ғана болған 7 мамыр. Бұл кезде бізде отан қорғаушылардың күні. Ол кезде біз ұлдардың мерекесі болады. Біз ұлдарды 7 мамырмен құттықтаймыз. Жарайсың, отан қорғаушылардың мерекесі екен. Келесі экранға назар аударайық, балалар. Балалар, бұл қандай мереке деп ойлайсыңдар? Кім айтады екен? Арамызда кім? Фатима айта қойшы. 9 мамыр жеңіс күні. Бұл жеңіс күні екен. Жарайсың, керемет. Экранға назар аударамыз. Мынау қандай мереке деп ойлайсыңдар? Кім айтады екен? 16 желтоқсан. Ол тәуелсіздік күні. Біз ол күні тәуелсіздігімізді алған күн. Жарайсың. Жақсы балалар, өте жақсы балалар, сендер мемлекеттік мерекелердің барлықтарын ажырата біле алады екенсіңдер, Келесі кеттік. Балалар, біз сендермен өткен сабағымызда үй тапсырмасына 3 бақтым деген мұғалім Мақатаевтың шумағын берген. Ал енді бірінші, балалар, мына жердегі дискриптор әдісі бойынша бүгінгі сабағымызды біз осы әдіспенен толықтырамыз. Кәні тақтаға біреуін шығамыз. Ең бірінші
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бар болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Өте жақсы, жарайсың, керемет, Алина. Алаға отырады. Келесісі, мына топтан, екінші топтан, қаны біздің топтарымыздан кім белсенді отырген? Ал, ержұлдан шыға қойып. Ал екінші бақытым дейді. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен түңілмедім. Кей кезде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Жарайсың, өте жақсы. Отыра қойып, керемет, өте жақсы жауап бердің. Тағы да мына келесі ана тобынан екен. Тағы келе қойып. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан берем. 30 күнге жалғанда жаңбастымда ойланбай-ақ келді-ау отан менен. Отыра қойып, жарайсың. Тағы да келе қойып көрсет. Мұхағали Мұхтаров 1931 жылы өмірге келді. Алматы облысы Рәмбек ауданы Қарасаз ауылында туылған. Ол көптеген өлеңдер жаттаулар шығарған. Өмір аманат, өмір дастан аманат, үш бақытым. 1976 жылы ол өмірден озды. Жарайсың, өте жақсы. Жарайсың. Лапаса, тағы да шығады. Ана тобынан кім шығады? Кім тұтаған? Дариға шығады. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. 30 күнге жалғанда жанбасың ба, оянбай кел тағы отан менен. Жарайсың, керемет. Келесі. Ал кім шығады қалғанын қол көтеріп отыр? Жұмысына тыңдай екен, жақсы айналып келген оқушыларымыз бар ма екен? Ал, аяқ болып келе қойып. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған мен ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбат бірақ алтыным нарқым менің. Жарайсың, отырады. Балалар, сендер үй тапсырмасынан өте жақсы, керемет, дайындалып келсіңдер. Жарайсыңдар, өте жақсы, керемет. Балалар, енді біз сендермен бүгінгі сабағымызға ой қозғау. Бәріміз экранға назар аударамыз. Балалар, мен мына өлең шумағын оқимын, сендер табасыңдар. Бала, бала, бала деп, түнде шошып оянған, түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Бұл кім деп ойлайсыздар, балалар? Ал абай атынан табой. Ана деп ойлайсыңдар, жарайсың, өте дұрыс айтасыңдар. Ал енді ашып көрейікші балалар, шын мәнінде екен, бесік тербетіп отырған анамыз екен, я балалар, түн ұйқысын төрт бөліп бізге қараған кім екен? Ана екен. Ананы құрметтеп, қадірлеуіміз керек екен балалар. Олай болса біз сендерге бүгінгі біздің жаңа сабағымыз балалар. Аналар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп теріп оқу, шығарма кейіпкерлеріне хат, ертегі кейіпкерлерін қосу, соны өзгерту, өлең 400 өлең, әңгіме оқығанды өлеңі бойынша жазу екен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар. Енді біз бүгінгі сабағымызды оқулығымызға қараймыз. Барлықтарымыз оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы бүгінгі сабақта бізде берілген сөз жұмбақтар болмалар. Осы сөз жұмбақты ішінше отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, сөз жұмбақтар бірінші неге оқудыңыз балалар? Яғни тақтаға осы туралы кім сөз жұмбақтың шешімін кім тапқысы келіп отыр екен? Кім айтқысы келіп отыр? Кім айтады? Әлі айта қойшы. Әкеміз. Әке
бәйтерек дейді. Танып көрейік. Шын мәнінде әкемеге яғдалы қарындашы әке екен, бәйтерегіміз әкеміз екен. Екінші сөз жұмбағымыз. Тыңдап түскен отыр мына жерде. Қаны Бексұлтан. Екіншісінде анамыз біздің бұлағымыз. Яна, жарайсың, келеме. Ана, бұлақ дейді. Ал балалар қарындашы, ана деген шын мәнінде бұлақ екен, иә? Ағып тұрған бізге мәлімдейтін анамыз екен. Ал келесі сөз жұмбақты мына тұрған кім айтқысы келіп отыр Қаны? Қаны Ахмет Айналыш. Бала шағасындағы қыра. Сөз жұмбақтың жауабы бала деп ойлайсың, иә? Қаны көрейін олай болса? Өте дұрыс айтасың, бала екен бала. Балалар, бізде әке де, ана да, бала да, үшеуі де біздің елде қадірлі екен, иә балалар? Бұл сабағымызда мен сендерді қорқажылығын аналар болды, әке және бала болды екен. Енді балалар сабағымызды бастап, енді мына жерде мен сендерге жұптық жұмыс жасап жіберейін, жұптық жұмыс дейсің. Ондан кейін жұптық жұмыста екеу ара қосылып, осы жұптық жұмысты жазып экранға етін боламыз. Балалар осыған қарай мен сендердің қаламдан финалдарын алды. Анаға өлеген өте жақсы. Келесісі, келе ғой, кім дайын? Қыздар, бағындала ғой. Фатима. Ана қамқор. Оларда ана қамқор деп жазған екен, иә? Жарайсыздар. Тағы да. Келе ғой, қыздар. Ана ақылды. Өте жақсы, ақылды. Тағы да. Кел, Алина. Ана мейірімді, дұрыс айтады. Ана мейірімді екен. Келе, келесі, келе ғой. Ана дана. Ана дана. Жарайсың. Кел, Ерсұлтан. Ана кішіпейіл. Ана кішіпейіл. Өте жақсы. Болды ма? Кел, жарай. Ана мейірімді. Ана мейірімді. Ал балалар қараңдаршы, күлімдеп тұрған біздің күн нұрын шашып тұрған неге балалар? Анамыз жан-жақтан нұрын шашып бізге жақсы мейірімін көрсетіп тұрған неге балалар? Күн нұрындай шашып екен, иә? Жарайсыздар, өте жақсы жауап бердіңдер. Енді экранға назар аударамыз балалар. Балалар бүгінгі сабағымызда мен бүгінгі Әнуарбек Дүйсенбиев деген ақын жазушымен танысамыз. Бәріміз экранға назар аударамыз. Әнуарбек Дүйсенбиев 1931 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақысты ауылында дүниеге келген екен. Балаларға арналған көптеген өлең шығармалары бар екен. Ол қайырлы таң балалар, кім ерте тұрады атты және көптеген өлең шумақтары бар екен, балалар. Әнуарбек Дүйсенбиев деген біздің ақын жазушымыз. Бәріміз кітаптарымызға қараймыз. Кітабымызды ашамыз. Ардақты ана. Олар біздің оқулығымызда Әнуарбек Дүйсенбиев деген ақын жазушымыздың ардақты ана деген өлеңін бізге жазған екен. Олай болса балалар, осы ардақты ана өлеңін қайдан сіздерде әдемелеп оқып шыққан кім керемет болса, мен соған не істеймін? Баға материалды бағаларды сабақ отыратын боламын. Қаны бастай қойып. Әділет. Ардақты ана, аяулы ана, қымбаттым, тәтті ұйқымды бөліп талай күн қаттым, өміріне нәрін берді ақ сүтін, кең құшағын аясындай кіл бақтым. Жарайсың, керемет. Ары қарай, жаңа жалғастыра ғой. Мен өзіммен қайда барсам біргемін,
махаббаттың жүрегінде жүргенің, күн нұрындай жадырайды бір көргенің, қандай жақсы ортамызда жүргенің. Жарайсың, өте жақсы керек. Ал қастарың ғой. Ел жеткізіп елге берген баласың, ақылдысың, ардақтысың, данасың, қайратының қас қабағың бір сенің, қайратының қайта көрме анашың. Жарайсың, даусыңыз шығарып отырмыз балалар. Кәні, аяғы. Ардақтағы аяулы ана қымбаттың, тәтті ұйқыны бөліп талай қымбаттың. Өлеңе нәрін берін ақ сүттің, кең құшағын аясындай гүл бақтың. Жарайсың, даусыңыз шығарып отырмыз балалар. Кәні, мына жақтан мұқиын деп отыр. Абай Адина. Мен өзіңе қайда болсам біргемін, махаббатың жүрегімде жүр менің, күн нұрындай жадырайды күлгенің, қандай жақсы ортамызда жүргенің. Жарайсың, ары қарай жалғастырайықта. Ел жеткізіп елге берген баласың, ақылдысың, ардақтысың, данасың, қайратымен қас қабағың бір сенің, қайратыңнан қайта көрме анашың. Жарайсың. Балалар өте жақсы, керемет оқыңдарсыздар. Бүгінгі намазымызда берілген ардақты ана өлеңін жақсылап оқыдық. Ал енді балалар дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашамыз, барлықтарымыз дәптерімізді ашамыз. Жазудың бөлімі дәптерімізді ашып, дәптерімізді бекер қойдық. Балалар, дәптермен жұмыс. Бұл дәптермен жұмыста бізге өлеңге сүйене жаз және дауыстап оқы дейді. Ана қандай дейді? Балалар, ана қандай екен? Мына жерге көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, ана қандай деп жазамыз дәптерімізге. Әдемі жазады ғой орысшадан. Кім қалай жазып отыр екен? Қаны? Алиманың. Қаны жазамыз. Әдемілер сұлу, көркем, қатесіз, әдемі етіп жазамыз. Балалар моншақ, сұлу, көркем жазамыз. Қазір кім әдемі жазса, мен сол оқушыны бағалап отырамын балалар, иә? Қаны жазамыз. Болдық па? Жазып болдық па балалар? Болса, қане мен көріп шығайыншы, кімнің жазуы қандай әдемі екен? Диананың жазуы өте жақсы, керемет жазыпсың, Диана. Жарайсың, өте жақсы. Мына жақта қыздатам. Дариғаның жазуы керемет жазыпты. Дариғаға 1 балл береміз. Тағы да Ерсұлтанның керемет жазыпсың. Ерсұлтанға береміз 1 балл. Жақсы. Өте жақсы жаздыңдар балалар, жарайсыңдар, керемет. Балалар, сендердің жаңағы аналарың өте жақсы, керемет жақсы көретіндеріңді көрді, өте жақсы келді. Ал енді, олай болса балалар, өзіміздің аналарымызға арнаған бірнеше өлең шумақтар білесіздер ме сендер? Өткен сабақтарда, өткен кездерден бері ана туралы өлең кім айтқысы келіп отыр? Кім жауап береді? Ал Алина жауап береді. Анашым менің анашым, әкелеп өсірген сен едің, мейірімің қандай керемет, анашым менің анашым. Өте жақсы, алғашқы. Сақ келмейтін, келмейтін, қатені кешіріп үндемейтін, ананың қадірін бар кезінде біреуге көру орын күнде келді. Дұрыс, өте жақсы. Біреуге анасының кетін көру армады деген, балалар сошы анамызды құрметтейге балалар, тағы да кім айтқысы келіп отыр? Ал Кәусар. Қандай қандай саналақтаныр анаға қаттар ең паналағасын еш ана. Әр ананың орны бөлек, бағып қаққан балалардың жанында. Өте жақсы. Әр ананың орны бөлек екен, тағы да. Анашым, аяғым адам сен едің, сергі болған біздердің. Түн ұйқысын төрт бөлген, қамқоршы менің анашым. Жарайсың. Алына айтқаныштың әлі жайда отыр. Егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүремін? Анам болмаса, бұл өмірде қалай ғана жүремін? Өте жақсы, керемет айттың. Тағы болды, балалар? Өте жақсы аналарына арналған өлеңдер бар екен, сіздер? Керемет. Келесі. Балалар, бүгінгі сабағымызда біз сендермен қуаныш мәтінін
берген екен, иә. Қуаныш мәтінінің авторы Жұмбаты Әбдір Нұрманұлы 1902 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданында дүниеге келген. Балалар жазушысы, журналист, баспагер, бала тілі бал, қуаныш, ел аузында, ақ-кектер деген көптеген мәтіндерін, өлеңдерін, шығармаларын жазған екен. Енді балалар, осы авторымыздың қуаныш мәтінін біз бірінші экранға назар аударайық. Балалар, қуаныш мәтінін бір жақсы тыңдап алайық, содан кейін сендерден оқытамын. Роза биыл ғана мектепке алды. Кітапта біз қараймыз. Bir gün sabahtan келсе, үстел үстінде күндізбенің жатылған беті жатыр. Есіне түсе кетті. Бұл күн анасының туғаны. Сондықтан анасы жұмыстан келгенше сыйлық әзірлеуді ойлайды. Не сыйлық болған деген ой мазалай кетті. Әрі ойлап, бері ойлап, кітаппен айналуға тоқтағанда ақшасы жоқ екені есіне түсті. Енді не істеу керек? Ол соны ойлап жүріп үйдің ішін жинады. Заттарды айнадай етіп ысқылап сүртті. Шаршаған Роза диванға жатып тезірек ұйықтап кетті. Ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде ол анасына бар сырын ақтарды. Өзінен ақша таба алмайтын болғанын үйдің ішін ретке келтіргенін айтты. Ойына келгенді күткен жоқ. Күлімдеген анасы, бүгін сабақтан қандай баға алдың деп сұрады. 2 ана. Міне тамаша сыйлық. Менің туған күніме мұнан артық сыйлық бола ма екен, қарамау. Анасы бетінен сүйді. Роза қуанып кетті. Ана ренжімейсіз ғой. Роза биыл ғана мектеп табалдырығына аттады. Бір күні сабақтан келсе, үстел үстінде күндізбенің жыртылған беті жатыр. Есіне түсе кетті. Бұл күн анасының туған күні, сондықтан анасы жұмыстан келгенше сыйлық әзірлеуді ойлады. Не сыйлығы болады деген ой мазалай берді. Әрі ойлап, бері ойлап, кітап пен айна алып тоқтағанда ақшасы жоқ екені есіне түсті. Ол жарайды, есіне түсті. Алина жалғастыра ғой. Енді не істеуге керек? Ол сол жүріп үй ішінде еденді заттарды айнадай етіп ысқылап сүртті. Шаршаған Роза диванға жатып енді лезде ұйықтап кетті. Ұйықтап жатқанда түс көрдім. Түсінде ол анасына бар сырын ақтарады. Өзінің ақшаға тағылмай қанжылғанына үйдің ішіндегі кеңінен айтып ойын бітіргенге мүмкін жоқ. Болды, ағай, Алина Диана жалғастыра ғой. Диана, отай тұр. Әділет жалғастыр. Күнім деген анасы бүгін сабақтан қандай баға алдың деп сұрады. 2 ана. Міне тамаша сыйлық, менің туған күніме мұнан артық сыйлық бола ма екен, қарағым-ау. Анасы бетінен сүйді. Роза қуанып кетті. Ана, ренжімейсіз ғой, иә? Ары қарай. Бәрі жалғастырды. Туған күнімізбен құттықтаймын, ана. Осылай деп бергенде Роза оянып кетті. Қараса, анасы бас жағында отыр. Түс көргеніне айта баса берді. Бәрін сезген анасы жымиды да қызына үй ішіне қолғабысыңды тегізіп, әрі сабақты жақсы оқығанын асқан сыйлық бар ма анаң үшін деп оның басына сипады. Роза түсінің шындыққа айналғанда қуанды. Жарайсың, керемет. Балалар өте жақсы оқыды. Бүгін қуаныш деген мәтінді жалпы түсіндік па балалар? Балалар болса сұрақтарға жауап береміз. Розаның анасына деген сыйлығы туралы пікіріңді білдір. Өзің анаңа және жақындарына не сыйлайсың? Балалар, Розаның пікірін білдіріп, мына бүгінгі кадр стоп әдісі бойынша сендердің алдарыңда тұрған суретпенен сөйлеп, мәтінді түсінгенімізді ары қарай жалғастырып, стоп кадр әдісіне барып саламыз. Балалар, қуаныш мәтінге әңгіме неден басталды? Неден басталды? Қан, қолымыздағы суретпен сөйлейікші. Қан, суретін көрсетші, қан, не сурет ол жерде? Не екен ол? Роза үйіне келсе, үстел үстінде күнтізбенің жыртылған беті жатыр екен.
ол анасының туған күні екені есіне түсті. Есіне түсті. Жарайсыз, келеді. Салып қоямыз. Есіне түстік. Ары қарай ойланып отырамыз, балалар, жалғастырамыз. Есіне түсті. Анасының туған күні екені есіне түсті. Ары қарай. Не болады екен, балалар? Тағы да не істейміз? Кім айтады? Мен ананың туған күні екен ғой, сыйлау керек деп ол көп ойланды. Не алсам болады екен деп көп ойланды, иә? Ойланып отыр екен, жарайсың. Роза, мына Роза, анасына не сыйласам болады деп ойланып отыр екен, иә, балалар, иә? Ары қарай жалғастырамыз. Әңгімені, Адина. Айна мен кітап алсам бола ма деп ойланады. Сол кезде оның ақшасы жоқ екенін есіне түседі. Дұрыс, әкет. Айна мен кітап алсам бола ма екен деп ойланып, қараса, оның ақшасы жоқ екенін есіне түсіп кетеді, иә? Сосын балалар, ары қарап не болады? Кім жалғастырғысы келіп отыр? Қане, ойланайықшы бәріміз, кім жалғастырады? Ал Шаршаған Роза диванға жатып, лезде ұйықтап қалыпты. Сол кезде ол түсінде ол анасына барлық шындықты ашты. Ол ақша таба алмағанын айтты. Сол кезде анасы айтты: "Сен бүгін сабақтан неше баға алдың?" дегенде, 2-5 ана деді. Сол кезде жарайсың. Ары қарап мына Розаның диванға қисайып ұйықтап кеткенін. Кадрға саламыз. Өте жақсы деп Розаның ұйықтап кеткені ары қарап, сосын анасы қасына келіп, ары қарап жалғастырамыз. Анасының қасына келіп, бас жағына отыр екен. Сөйтсе, Роза оянып кетсе, анасына бар шындығын айтыпты. Өзінің ақша таба алмағандығын айтыпты. Сол кезде ол қызды айтады. Анасы, "Қызым-ау, сен мектептен қанша бес алып келдің?" деді да. Жарайсың. Енді осыны бір салып қойып, ары қарап өріктеміз әңгімені. Роза анасымен бірге отырып, не қылып отырды? Анасының көрген. Ары қарап кеттік, балалар. Тағы да жалғастыра, жалғастыра қой. Ол анасына күндердің көрсетіп алғанын, бес алғанын көрсеткенін. Күндеріне 5 алғанын көрсетеді. Сосын не дейді анасы? Ары қарап, болды, ары қарап кейін жалғастырамыз. Әкел, кадрға анеқа салып қояды. Салып қой келесіне. Одан кейін келесі. Ары қарап не болады? "Қызым-ау, сен сабақтан 5 алыпсың. Үйдің ішін ысқылап, айнаның бәрін ысқылап, тап-таза қылып қойыпсың. Одан артық маған сыйлық керек емес қой" дейді. Жарайсың. Одан артық маған сыйлық керек емес қой дейді, иә? Жарайсың, анасы қуанып, деген. Келесі, ары қарап әңгімені тағдарға кім өтеді? Соңында не болады балалар әңгімеде? Кім айтады? Әңгіме не болады соңында? Ал аяғы айта ғой. Сонда Роза түсінеді. Бұл кезде сыйлыққа керек емес екенін түсінеді де, оны түсінгені үшін қуанады. Және оның түсі шындыққа айналғаны үшін. Түсінің шындыққа айналғанын көріп, Роза не істеп кетеді? Қуанып. Балалар қараңдар, мына жерде біз осы әңгімені ары қарай өрбітіп, сурет бойынша әңгімелеп, қуаныш мәтіні не туралы екенін түсіндік пе, балалар? Түсіндік. Жалпы мәтінде не туралы айтады әңгіме? Розаның анасына берген сыйлығы екен, иә, балалар? Енді балалар, бір ойнап көңілімізді көтеріп сергітіп алайықшы, балалар. Мына жерде экранға назар аударыңдар. Мен сіздерге экранда көрсетіп қойғанда болады және болмайды деген ой екен. Біріншісін таңы әділет шыға қойып, қай жағды ашқым келіп отыр? Келе қойып, келіп өзің аша қойып, қай жағды ашқым келіп отыр? Бірінші жағды ашам қойып, аша қойып, не дейді? Анамызға гүл сыйласақ болады ма екен? Әрине болады екен. Дұрыс, өте жақсы. Келесісі, Алихан келе қойып. Қай жағды ашқым келіп? Қай жағды ашқым келіп? Үшінші жағды ашқысы келіп екен. Анамызға сағат сыйлауға болады ма? Әрине сағат сыйлауға болады екен. Жарайсың, отыра қой. Тағы да кім екен? Әли келе қой. Жауап беріп Әли,
Әне қайсы шарды ашқым деп отыр? Көк шарды ашқысы деп отырмын әне. Болды. Ашамыз. Көк шарды ашқысы келмей отыр. Онда қызыл шарды ашамыз, ә? Әне анамызға сыпырғыменен біреуді сыйлауға болады ма? Болмайды. Болмайды. Себебі анамыз үй жинап шаршайды екен, иә? Сондықтан біз оны сыйлауға болмайды екен, иә? Тәрізін. Келесісі тағы да қаншықсы деп отыр. Есіктен келе ғой. Кезетеміз, балдар. Қайша ашқым деп отыр, жүрсіз ба? 5-ші шарды ашқым деп отыр. Балалар, анамыз 5 алған кезде қуанады ма? Әрине, мен ананың біздің үздік оқығанымызға 5 алғанымызға қатты қуанады. Қатты қуанады екен. Жаңа болса да мамасы анасына 5 алған айтқан кезде анасын не істеді балалар? Қуанды. Иә? Арғы қойттым. Келе ғой, ең соңғы көк шарымызды ашып жіберейік. Не сыйлап жүрген еді анасына? 2 алса анамыз қуанады ма? Болмайды. Себебі? Біз жаман болсақ, анамыз ренжиді, көңілге түспейді, ренжиді екен. 2 бала ауылға алмайды екен, иә? Жарайсыз, керемет, өте жақсы балалар. Балалар, бәріміз экранға назар аударамыз енді тағы да. Сергіту сәті. Балалар, олай болса біз сергіту сәті жасап, көңіл күйімізді көтеріп алайықшы. Балалар, сендер экранға назар аударасыңдар. Осы өлеңді әрбір оқып, дыбысымен келтіріп, өлеңді орындайды екен. Сергіту сәтілерді көңіл күйімізді көтеріп сәміз экранға. Өте жақсы балалар елеме. Олай болса балалар экранға назар аударамыз. Енді біз топтық жұмыс жасаймыз. Мен 3 топқа 3 тапсырма дайындап қойдым балалар. Осы тапсырмаларды сендер орындайсыңдар. Бірінші топқа сюжетті кестерді тоздырып орындайсыңдар. Һәм барлығымыз топтасақ, бірлесе отырып орындаймыз. Екінші топ. Егер де мен анама тыңғалым болса есім айырымды. Ал сендер мақалды барынша тыңдап, әдебиетке орындаймыз. Birlikte yazıyoruz. Sadece öyle. Karnı.
Qaysi to'p bo'laymi deb kutayman bolalar? Qaysi to'p birinchi bo'lar ekan? Qaysi o'ylaymiz? Qaysi to'p birinchi bo'lar ekan? O'y jarayonida bolalar gol qoldi bolalar. Qani gol kelir. Ananing ko'ngli balada, balaning ko'ngli dalada. Jarayon. Ananing suti bal, balaning suti bal. Anana avuz so'zlashar, atada avuz so'zlar. Bolalar, maqolda o'z to'g'ridir, maqollar o'rishadi deb o'ylaysizmi? O'zi kerak, ber. Bunda bolalar kelesi ana konuşacağımız sorunlar, janlarımızda sorunlar geleceğiz. Yerda ananing tug'an kuni bo'lsa, biz gul, sagat, oltin, shokolad, sirg'a, sakina sevar edik. Shuningdek, kitob, to'rt, ayna, tatti tag'inlar, ko'ylak, Şunlar edin, çaresiz. Gerçekten şahı. Zorlap veririz. Atın Batrov. O'qigan qayerda bo'ladi? O'qigan asli kim ekan? Atı Shimbatrov. Adil Shimbatrga. O'qigan qayerda bo'ldi? Uyda bo'ldi. Kekilib anasini ro'za. Qanday o'qigan bo'ldi? Anasining tug'an kuni. Bu o'qigan ne asirlikdir? Tug'an kuni asirlikdir. O'qigan misollari Anasına qo'g'ab tegizgani. Resim. O'ta yaxshi, kerak. Bolalar, sizlar bugungi sabaqda o'ta belgili, kerak o'tirsizlar. Men sizlarga o'zimning alqishimni aytaman. Sizlarning aytadigan alqishlaring bormi? Kimga alqishlar kerak? Qani, Alishqa bo'l. Men ustozimni alqisayman. Ustoz alqisaydi deyaverdi ekan. Ali ustoz alqisaydi ekan. Qaraysin. Al. Jemi alqisayman. Qaraysin, o'ta yaxshi. Qani, kimga? Men aytmay alqisayman. Akesini alqisaydi, kelib qaraysin. Al. Men ustozimni alqisayman. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымызда қорытындылай келе, біз аналар белгісіне қашан ойланатынын дұрыс немесе дұрыс емес деген жауап береміз. Не бірінші сұрақты қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Жауабы дұрыс па, жауабы дұрыс па, бір жауабы дұрыс па? Қаны қашан айта ғой? Әрине, асырағы дұрыс екен, иә? Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Жарайсыздар. Келесі сұраққа жауап береміз. Андақты ана өлеңінің авторы кім екен? Қаны, Асар? Ануарбек Ишембиев. Ануарбек Ишембиев. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Келесі сұрақты. Қуаныш әңгімесінде Розаның анасы не үшін қуанды балалар? Кім айтады? Фатима айтады. Қолғабыз тігізіп сабақтан жақсы баға алған үшін. Дұрыс па балалар? Өте жақсы жауап беріп сұрақтарға балалар, жарайсыңдар, керемет. Енді балалар, бүгінгі сабақты сендер жақсы түсіндіңдер ма, түсінбедіңдер ма? Кері байланыс беріп жібереміз. Бүгінгі сабақ түсінген несімен ұнады? Қандай ерекшелігі сендердің естеріңде қалды? Сабақ түсінікті болды ма балалар? Кім айтады? Қандай сабақ саған қызық болды? Мен Қазақстанда қандай мерекелер бар екенін
түсіндім. Түсіндім, жарайсың. Керемет. Ары қарай мына тоқтатып айтқысы келіп отыр. Ал, Али. Мен анамызды қадірлеу керек екенін түсіндім. Жарайсың. Ал, мына жақтан. Маған қуаныш мәтініндегі Розаның анасына қолғабысын тигізгені ұнады. Жарайсың. Ал, тағы да. Мен анамыз бізге әр күні қамқор екенін түсіндім. Түсіндім. Керемет. Ал, мына тоқтан. Мен сабақтан ананың қадірін білу керегін түсіндім. Жарайсың. Өте жақсы. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, кері байланыс беріп береміз. Мына жердегі көріп тұрған лайық әдісі бойынша түсінікті болса, түсініктім, түсіндім, түсінбесеңдер, түсінбедім, әлі де түсінетінім көп екен деген сияқты лайықты басып жібереміз. Кәні жайла, біртіндеп келеміз. Жайла. Жайла. Ал. Берді ба сабақта? Отыра беріңіз. Арасында білген жерде басшы ғой. Мұнда басуға болады балалар. Сабақта 100% күнбесінде басуға болады екен, балалар. Сонымен балалар, кері байланыста жалпы барлығы түсінікті болып, өте жақсы жарайсыздар, керемет. Балалар, енді үй жұмысына 120-шы беттегі ардақты ана өлеңін жаттап келесіздер және әрқайсысын аналарына ашық хат жазып келесіздер. Жарай ма балалар? Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Бүгінгі сабақта өте белсенді сабаққа қатысып отырған бірнеше оқушылар болды. Жарайсыздар, керемет. Қаны қолыңызда балдарда бағалау критерийі бойынша қаны қандай баға қояды екенбіз? Алина сабақта өте жақсы белсенді 5 деген баға алды. Аяғы өте жақсы 5 деген баға алды. Қанша балл жинадың? Өте жақсы. Қалса 5 қоямыз. Кішкене жеткілікті мән алды әділетке. Олимпиада сәл белсендігі болу керек еді. Давлят өте жақсы керемет 5 деген баға алды. Диана да өте жақсы деген баға алды. Каусар да өте жақсы керемет. Дарина да өте жақсы сабақта белсенді қатысып отыр екен. Өте жақсы. Каусар Ержан да сабаққа жақсы белсенді қатысты. Жақсы, Бекжан да жақсы қатысты. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ал осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өте жақсы сабағымызды аяқтадық. Жайлап